Баршаңызға сәлем, біз бүгін ерекше әдіспен ең дәмді пиццаны жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Пиццаның қамырына керекті електен өткізілген ұн, бөлме температурасындағы су, сұйық май, тұз және де қант, содан соң ашытқы керек болады. Ең алдымен суымыздың үстіне ашытқымызды салып, жақсылап тұрып, ашытқымыз ерігенше араластырып аламыз. Негізі бұл пиццаға живой дрожжи қолданады екен, бірақ та менде ол табылмағандықтан осындай сухой дрожжимен жасап көрейін деп тұрмын. Міне осылай суымызға араластырып аламыз да, енді үлкен ыдысымызға ұнымызды саламыз. Оның үстіне қантты және де тұзды саламыз да, оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де ұнымыздың ортасын осылай ашамыз да, енді бұл шұңқырдың ішіне жаңағы суымызды, ашытқы қосылған суымызды, содан соң сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Содан соң осындай күрекшенің көмегімен ұнмен осы ылғалды массамызды араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Және де менің плейлист бөліміне өтсеңіздер, менің рецепттерім шығады. Ол жерде рецепттер топтастырылған, яғни торттар, пирогтар, кекстер, булочкилер деп барлығы бір жерде тұр. Қарасаңыздар болады. Біздің қамырымыз орташа жұмсақтықта болады, және де қолымызға қамыр жабысуы мүмкін. Сол кезде кішкене аз-аздан ұн қосып, жақсылап илеп алатын боламыз. Міне бізде осындай жұмсақтықта қамыр шығуы қажет. Енді бұл қамырымызды дәлмен-дәл етіп, 4 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Мен енді бұл қамырларымды контейнерге салатын боламын, яғни бізге қақпаған жауса ауа кіргізбей тұруы керек. Сондықтан осылай барлық қамырымызды сабаламыз да, қақпағын мықтылап жауамыз да, 24 сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді пиццамызға жасауға кірісеміз, яғни келесі күні кірісеміз. Бізге моцарелла сыры керек болады, содан соң черри қызанақтары. Мен мына жерде соус ретінде қызанақты үккіштен өткізіп алдым. Содан соң сұйық май, және де орегано және тұз, қант керек болады. Енді пиццамызға соус жасауға кірісейік. Енді пиццамыздың соусын дайындауға кірісейік. Қызанағымыздың үстіне ореганоны, қантты, тұзды және де сұйық майды құйып, жақсылап тұрып барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне біздің соусымыз дайын. Енді қамырымызды ашып, қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Мен қамырымды пергаменттің үстіне жаямын, және де кішкене ұн себе отырып жаятын боламын. Міне осылай қамырымызды қолымызбен жайып аламыз да, үстіне жаңағы дайындаған соусымызды қосамыз. Содан соң үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Содан соң үстіне черри помидорларын қойып шығатын боламыз. Және де пиццамызды 270 градуста, яғни пешіміздің ең жоғарғы температурасында 8-7 минуттай пісіріп алатын боламыз. Бұл пиццаның өзге пиццалардан ерекшелігін айтатын болсақ, бұл қамырының 24 сағат тоңазытқышта тұруы. Өйткені осылай тұрса қамырымыздың шеті қытырлақ болып, ал ортасы жұмсақ болады, өте дәмді болып шығады. Маған осы пицца өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сөз беремін, өйткені өте дәмді болып шығады.
міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.